Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайырлы күн, дос. Қайырлы күн болсын. Аптаның әр күні сәттілікке толсын. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы мемлекеттік рәміздер. Оқу мақсаты, яғни бүгінгі сабақта не үйренеміз? Заттардың көп немесе біреу екенін ажыратып айтуды үйренеміз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай жаңа сөздермен танысамыз? Елбасы, елтаңба, гимн, мемлекет, тәуелсіз, ұлан, рәміз. Елбасы, елтаңба, гимн, мемлекет, тәуелсіз, ұлан, рәміз. Еліміздің тәуелсіздігін білдіретін символдар мемлекеттік рәміздер деп аталады. Мемлекеттік рәміздерге не жатады? Мұқият суретке қараймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, мемлекеттік елтаңбасы, мемлекеттік гимні. Сызбаны толықтыр. 10-шы бетте бірінші тапсырма берілген сызбаны толықтырайық. Мұқият қараймыз. Қазақстан қандай мемлекет? Қазақстан тәуелсіз, көп ұлтты, бай, үлкен, әдемі мемлекет. Тәуелсіз мемлекет ол өзінің елбасы, өз рәміздері, өз астанасы болған мемлекетті тәуелсіз мемлекет деп атайды. Көп ұлтты мемлекет. Біздің мемлекетімізде көп ұлт өкілдері тұрады. Сондықтан біздің мемлекетіміз көп ұлтты. Бай. Мемлекетіміздің байлығы өте мол. Қазба байлығы өте көп. Үлкен, әдемі. Жер көлемі үлкен, табиғаты әдемі. Мәтінді мұқият тыңда және сұраққа жауап бер. 11-ші бетте мәтін берілген, мұқият тыңдаймыз. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тәуелсіздігін білдіретін символдар. Мен Қазақстанның ұланымын. Елімді мақтан етемін. Оның мәңгілік ел болғанын қалаймын. Мәтінді мұқият оқып, тыңдап, тағы бір мәрте қарап шығайық, сосын сұраққа жауап берейік. Қазақстан қандай мемлекет? Мемлекеттік рәміздер нені білдіреді? Қазақстанның қандай ел болғанын қалайсың? Балалар, бұл сұрақтың жауабын бәрің біледі деген сенімдемін. Тамаша, үйден мәтінді оқып, сұраққа дұрыс жауап беріңдер. Келесі, есте сақтайық. Көптік жалғауы. Қазақ тілінде 4 жалғау бар. Соның бір түрі көптік жалғауы бүгін біз сендермен бірге өтеміз. Сөз соңында А, О, Э, У, Е, Ю, Я, И, Р дыбыстарына аяқталса, лар, лер көптік жалғауы жалғанады. Тулар, көшелер. Сөз соңында Ж, З, Л, М, Н, Ң дыбыстарына аяқталса, дар, тер жалғауы жалғанады. Ұландар, рәміздер. Сөз соңында Б, В, К, Қ, П, С, Т, Ш, Ш, Ф, Х, Ц, Ч дыбыстарына аяқталса, тар, тер жалғауы жалғанады. Жастар, мемлекеттер. Мұқият
11-ші бетте берілген кестені ашып, қарап, есімізге сақтаймыз. Сөздерге қосымша жалғап жаз. Дәптерімізді ашып, сөздерге қосымша көптік жалғауын жалғап, жазып шығамыз. Ту, түс, ұлт, аймақ, мемлекет, рәміз, халық. Күтілетін нәтиже. Жалғаудың дұрыс жалғанғанын тексерейік. Тулар, түстер, ұлттар, аймақтар, мемлекеттер, рәміздер, халықтар. Тамаша балалар, сендерді де дұрыс жалғады деген сенімдемін. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жаңа сөздерді қайталау мақсатында 12-ші бет 6-шы тапсырманы ауызша орындаймыз.